Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сізбен күнжутный печенье пісірудің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Үйде кішкене күнжут бар екен, содан печенье пісіре салайын дегем. Бұл печеньяны пісіру үшін 180 грамм сары майға 120 грамм шекер қосып, оның үстіне бір жұмыртқаны жарып жіберіп, жақсылап араластырып аламын. Достар, егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Енді оның үстіне бір шай қасық қамыр қопсытқышын қосып, 70 грамм ұн, шай қасықтың ұшымен ғана кішкене тұз қосып жіберемін. Сосын қамырымды илейтін боламын. Енді бұның үстіне 160 грамм күнжутты қосып, жақсылап илеп аламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Енді дайын болған қамырымды противеннің үстіне фольга төсеп, немесе жағы пергамент қағазын төсеп, соның үстіне печеньелерімді салып, әдемілеп, духовкада 180 градуста пісіретін боламын. 30-35 минутта пісіп дайын болып шығады печеньем. Мінекей, мен печеньем дайын болды. Таңертеңгі шайға осы печеньені жылдамдатып, тездетіп пісіріп жіберсеңіздер болады. Өте жылдам дайын болады. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Арнамда келесі кездескенше аман сау болыңыз. Асыңыз дәмді болсын. Осылай менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді болып шығады. Және ең бастысы өте жылдам дайын болатын печенье.